Ибн Мәсғуд былай дейді. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәләм былай деді. Әрбір пайғамбардың пайғамбар достары бар. Менің досым, бабам және Раббымның халилі болған Ибрахим. Алла елшісі осылай деген соң, шынында, адамдар арасында Ибрахимге ең жақын болғандар оның соңынан ергендер, мына аса қадірлі пайғамбар және маңайындағы иман келтіргендер. Алла мүміндердің жанашыр досы деген аятты оқыды. Түсіндірме. Әзірет Ибрахим басқа пайғамбарлар арасында өте жоғары дәрежеде тұрады. Яһудилер мен христиандар арасында Әзірет Ибрахим мәселесінде ихтилаф бар. Әрқайсысы оны өздеріне жақын көріп, өздерінің бабасы секілді етіп көрсеткілері келеді. Құран кәрім бұл мәселеде әртүрлі аяттарда айтып өткен. Жоғарыдағы аят осылардың бірі. Исламда Әзірет Ибрахимнің дәрежесі өте жоғары. Қажылық рәсімдерінің барлығы Әзірет Ибрахимді еске салып тұрады. Қағбаның алғашқы құрушысы болған Әзірет Ибрахим пайғамбарлар тарихындағы ең әйгілі тұлға. Бірнеше қоғамдық әдептер мен құрылымдарды Алла тағала сол арқылы үйреткен. Әсіресе солардан кейін келген пайғамбарлар соның нәсілінен таралған. Ол жайлы яһудилер мен христиандар арасындағы алып қашпа әңгімелер сол себептен туындаған. Құран кәрім олардың бұл алауыздықтарын айта келіп, Әзірет Ибрахим яһудиде, христианда болмағандығын, Алла мен Әзірет Мұхаммедке иман келтіргендер Әзірет Ибрахимге жақын болатындығын білдірген. Кітап иелері. Сендер неліктен Ибрахим пайғамбар жайында, ол яһуди еді немесе христиан еді деп дауласасыңдар? Өздеріңде білетіндей, Тәуратта, Інжілде одан кейін түсірілген. Сәлде болса ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Мақұл, өздерің азды көпті білетін мәселе, Иса хақында дауластыңдар делік. Ал енді өздерің жартып білмейтін мәселе, Ибрахим жайында неге сөз таластырасыңдар? Анығында ақиқатты Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Шынында, Ибрахим жебірейде, христианда болған емес. Ол жалған сенімдерден іргесін аулақ салып, бір Аллаға ғана сыйынып, мойынсұнған шынайы мұсылман еді. Сондай ақ ол мүшриктерден де емес еді. Шынында, адамдар арасында Ибрахимге ең жақын болғандар оның соңынан ергендер, мына аса қадірлі пайғамбар және маңайындағы иман келтіргендер. Алла мүміндердің жанашыр досы. Алла елшісі яһудилік, христиандық және исламның бір ғана қайнар көзден келгендігі жөнінде әхіл кітапты сендіру үшін олардағы Әзіреті Ибрахимнің сенімі мен соған деген сүйіспеншілікті айтып, осыған назар аудартқысы келген. Құранда Ибрахим сөзі 69 мәрте келген. Хадистерде Ибрахим туралы жиі айтылуы қияметке дейін оның ұлы тұлғасын, беделінің жоғары екенін білдіреді. Әзірет Ибрахимнің ең керемет жақтарының бірі пұттарды сындырған пайғамбар болуы. Аллаға деген құлшылықты алға шығару үшін әртүрлі пұттарды талқандап, балтаны ең үлкен пұттың мойнына асып қойып, бұларды кім жасағанын сұрап келгендерге, балта мойнында тұрғанына қарағанда бәлкім оны мына үлкені жасаған болар, сөйлей алса содан сұрап көріңдер дейді. Пұтқа табынушылар оған, ей, Ибрахим, бұлардың сөйлей алмайтынын сен өте жақсы білесің ғой дейді. Олай болса Алланы тастап, сендерге ешбір пайда да, зиян да бере алмайтын пұттарға не үшін табынып жүрсіңдер? Сендерге де Алланы тастап табынып жүрген пұттарыңа да қасірет жаусын. Ойланбайсыңдар ма деп олардың үнін өшірді. Осыдан соң кәпірлер тура жолға келді ма, әлде Ибрахим дұрыс айтады деді ме? Жоқ. Әрбір дәуірде ақиқатта басым келгендерге жасалатынды жасады. Яғни күшке салды. Ақиқаттың үнін күшпен, зорлықпен, азаппен, отпен, қанмен тұншықтыруға тырысты. Бір нәрсе жасайтын болсаңдар, мынаны, Ибрахимді, өртеп құдайларыңа көмек беріңдер. Деді осылайша Әзірет Ибрахим отқа тасталды. Ибрахим арқылы баяндалған иман мен күпірліктің шайқасы соңғы жеңіс мүміндерге тән деген заңдылықты әлемдердің Раббысы былай тәмамдады. Сонда біз отқа, от, Ибрахим үшін салқын һәм қауіпсіз, залалсыз бол, деп бұйырдық. Олар осылайша Ибрахимге тұзақ құрғысы келді. Алайда біз олардың өздерін зиянға ұшыраттық, сөйтіп тұзаққа өздері түсіп қалды. Алла құлдарын күпірлік пен иман шайқасы арқылы құлдарын сынаққа салады. Бұл шайқаста зындан, зұлымдық, қан, от сынды нәрселер күпірліктің қолындағы әйгілі қару. Әзірет Ибрахим арқылы берілген ғибратқа қарасақ, олар заңға сай, ілім мен логикаға негізделген талас тартысқа шыдай алмайды. Себебі сүйінген нәрселері өтірік.
Иман келтіргендердің қарулары ақиқат. Ақиқат әрқашан үстем келеді деген ережеге сай ақиқат ерлері зынданға салынса да, отқа лақтырылса да жеңіс соларда, өйткені Алла күпірдегілердің айлаларын бұзуды, нәтижеге келген солардың алданғанын бірнеше аяттарында баян еткен. Ибн Аббас Ибрахимнің әулеті және Имранның әулеті деген аятқа қатысты олар Ибрахимнің нәсілінен, Имранның нәсілінен, Ясиннің нәсілінен және Мұхаммедтің нәсілінен иман еткен жандар деген. Алла тағала былай дейді: шынында, адамдар арасында Ибрахимге ең жақын болғандар оның соңынан ергендер, мына аса қадірлі пайғамбар және маңайындағы иман келтіргендер. Алла мүміндердің жанашыр досы. Түсіндірме. Ибн Аббастың түсіндірген аяттың толықтай мәтіні былай: расында, Алла тағала адамды, Нұхты, Ибрахимнің әулетін және Имранның әулетін, күллі адамзат ішінен, арнайы таңдап талғап, бүкіл адамзаттан һәм бүкіл қауымдардан үстем әрі таңдаулы қылды. Оларды бір-бірінен тараған, һәм бір сенімді ұстанған, бір тұтас нәсіл ретінде, күллі адамзаттан үстем етті. Сондықтан да пайғамбарларды бір-бірінен бөліп жармай бәріне бірдей иман келтіріңдер, һәм Алланың таңдауына әрі пайғамбарларына қатысты орынсыз сөздер айтпаңдар. Алла ауыздарыңнан шыққан сөздің бәрін естуші әрі бәрін білетін шексіз ілім иесі. Ибн Аббас бұл жерде иләһи таңдаудың Имран әулетін ғана қамтитындай болып көрінгенмен негізінде олай болмағанын, Имран әулетіне тән кейбір адамдар ғана мақсат етілгендігін айтады. Ол осы сөзіне дәлел ретінде мына бір аятты көрсетеді: шынында, адамдар арасында Ибрахимге ең жақын болғандар оның соңынан ергендер, мына аса қадірлі пайғамбар және маңайындағы иман келтіргендер. Алла мүміндердің жанашыр досы. Ибн Аббас салихалы әйелдің: уа, Раббым! Шынында мен құрсағымдағы баламды дүниелік істерден толық азат етіп, бір өзіңе, яғни өзіңнің жолыңа басбүтін атайтындығыма серт бердім. Осы нәзірімді менен қабыл еткейсің. Шүбәсіз, сен бәрін естуші әрі бәрін білетін шексіз ілім иесің деген сөзін тәпсірлеу барысында былай дейді: яғни, тек қана мешітте қызмет жасау үшін. Ибн Аббас тәпсірлеген аят Әли Имран сүресінде айтылады. Аяттың толыққанды мағынасы мынадай: бір кездері Имранның әйелі: уа, Раббым! Шынында мен құрсағымдағы баламды дүниелік істерден толық азат етіп, бір өзіне, яғни өзіңнің жолыңа басбүтін атайтындығыма серт бердім. Осы нәзірімді менен қабыл еткейсін. Шүбәсіз, сен бәрін естуші әрі бәрін білетін шексіз ілім иесісің деп мінәжат еткен еді. Аятта анық айтылып тұрғандай, бұл дұғаны тілеген Имранның әйелі Ханна болатын. Келесі аяттар туылатын перзенттің қыз болатынын, есімінің Мәриям болатынын да баян еткен. Яғни, Әзірет Исаны дүниеге әкелетін пәк Мәриям. Хадисті түсіндірушілердің айтуына қарағанда, бұрынғы шариғаттарда балалардың нәзір етілуі құп көрілетін. Аяттан осыны байқаймыз. Сондай-ақ мешіттерде қызмет атқару бұрынғы замандағы адамдардың арасында да құрметке лайық қызмет болғандығын түсінеміз. Сондықтан Әзірет Имранның әйелі перзентін мешітке қызмет ету үшін нәзір еткен болатын. Алайда туылған нәресте ұл емес, қыз болып шықты. Бұхари бұл аятқа қатысты Ибн Аббастың жорамалын арнайы бір тараудың тақырыбы ретінде алғаннан кейін осы тарауда бір ғана хадис риуаят етеді. Хадисте Әбу Хурайра Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм дәуірінде үнемі мешіттің тазалығына қараған әйел кісінің қайтыс болғанын кейіннен білген пайғамбарымыз әлгі кісінің қабіріне барып намаз оқығандығын жеткізген. Ибн Аббастың Имранның әйелі дүниеге әкелетін перзентін мешіттегі қызметке атағандығына байланысты жорамалын тарау тақырыбы етіп алғандығына қарап Бұхаридың мешіт қызметінде әйелдердің де қатысуына болатындығын ұғынған. Бұхари Ибн Аббастың тәпсірінен осындай ойға барған. Бұхаридың риуаятында мешітті тазалаған кісінің қара нәсілді әйел немесе қара нәсілді еркек болғандығына байланысты шүбә бар. Алайда хадис риуаят етушілердің бірі оның әйел екендігіне байланысты нақты көзқарас айтады. Әсіресе Бұхаридан басқа кейбір риуаяттарда қара нәсілді әйел екені, есімі Үммі Михшам болғаны да анық айтылады. Бұхаридың жоғарыда келтірген алдыңғы риуаят бойынша Алла елшісі оны көре алмаған соң не болды деп сұрайды. Қайтыс болғандығы айтылғанда маған неге хабар бермедіңдер? Кәне, қабірін көрсетіңдер дейді. Пайғамбарымыз қабіріне барып намаз оқиды. Расулалланың бұл ілтипатына себеп болған қызметкерлердің еңбегі мен пайғамбардың көз алдындағы мәртебелері еді.
Ғалымдар мешітте қызмет жасаудың ізгі амалдардың қатарына жататынын риуаяттарға сүйене отырып айтады. Ибн Баттал бұл риуаятта мешітті сыпыру және жуып тазалауға ынталандыру және ол қайтыс болып жер қойнына табысталғаннан кейін де жаназа намазын оқуға болатындығына байланысты үкімдер шығарған. Алла елшісінің де мүбәрак қолдарымен мешіттің ішін сыпырғандығы риуаят етіледі. Сондықтан мешітте қызмет жасау салихалы құлдардың амалы болып саналады. Хадистен мынадай үкімдер шығады. Бір қызметші, дос, таныстары көрінбей кеткен кезде сұрастыру керек. 2. Мұсылмандарға қызмет ету үшін өзі атаған адамдарға дұға жасау, өте қадірлі жан деп еске алу керек. 3. Салихалы адамдардың жаназасына қатысуға асығу қажет. 4. Хадисте қабір басында намаз оқуға рұқсат етілген. Алайда бұл даулы мәселе. Сахабалардың арасында Әзірет Али, Әбу Мұса, Ибн Омар, Ибн Мәсғуд, Әзірет Айша сияқтылар мұның рұқсат екенін айтқан. Әузағи, Шафиғи, Ахмад, Исхақ бұл пікірге қарсы болған. Нахағи, Хасан Басри, Сәури, Әбу Ханифа, Ләйс және Мәлик сынды ғалымдар да рұқсат жоқ деген. Кейбір ғалымдар туыстарының бірі екі әкім, бас имам сынды абыройлы адамдар жаназасын оқымаған болса, қабіріне барып оқуға болады дегенді айтқан. Рұқсат бергендердің өздері қанша уақытқа дейін оқуға болатындығына байланысты қарама қайшылыққа түскен. 1 айға дейін, денесі шіріп кеткенше, қияметке дейін оқуға болады дегендер болған. 5. Қайтыс болған кісінің хабарын көпшілікке естірту мұстахаб. Әбу Хурайра былай дейді. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә сәлем, былай деді. Жаңа туылған әрбір нәрестеге туа сала шайтан бір түртіп қалады. Сәби оның түрткенін ауырсынғандықтан бақырып жылайды. Әзірет Мәриям және оның ұлы Иса бұдан тыс. Әбу Хурайра сөзін жалғап, қаласаңдар, мен оны һәм ұрпағын рахымыңнан қуылған шайтаннан сақтай көр деп, бір өзіңе сиынамын деген аятты оқыңыздар деді. Түсіндірме. Хадисте шайтанның түртуінен аман қалу тек қана Әзірет Иса мен анасына ғана тән ерекшелік, ізгілік екені айтылған. Хади Ияд бұл ерекшеліктің бүкіл пайғамбарларға қатысты екенін айтқан. Ибн Аббас, Расулым. Міне бұлар, сен бұрын соңды естіп білмеген, ғайыптан хабарлар, оны саған уахи жолмен жеткізудеміз. Әйтпесе, олар Мәриямды қайсымыз қамқорлыққа аламыз деп, қаламдарын лақтырып, жеребе тастап жатқанда, сен олардың қасында емес едің. Сондай-ақ олар Мәриямға қамқоршы болу мәселесінде өзара таласып жатқанда да қастарында емес едің деген аятқа қатысты былай деді. Жеребе тастап қаламдарын суға лақтырды. Қаламдары ағыспен бірге ағып жөнелді. Тек қана Зәкәрияның қаламы ғана судың бетіне шықты. Түсіндірме. Әзірет Мәриямды қорғау мәселесіне келген кезде араларында қарама қайшылық туындай қалса жеребе тартатын. Риуаяттан түсінгеніміздей, жеребе тастау рәсімінде әркім бір қалам алып суға лақтырған. Барлығының қаламы судың түбіне батып, ағыспен ағып жоқ болып кетіп жатқанда, Зәкәрияның ғана қаламы судың бетіне шығады. Сондықтан Мәриямға қамқорлық жасау ісі соның жауапкершілігінде қалады. Ибн Аббас сол кезде Алла Иса, сенің пайғамбарлық міндетің аяқталды, енді сені бақиға жеткіземін. Сені өз дәргейіме көтеріп әкетемін, һәм күпірлік қылғандардан құтқарып, кінәсіз, пәк екеніңді паш етемін. Сондай-ақ қиямет қайымға дейін соңыңнан ергендердің мерейін күпірлікте табандағандардан үстем етемін. Содан кейін бәрің маған қайтасыңдар. Сонда фәниде бір-біріңмен таласып тартысқан мәселелеріне қатысты өзім билік айтып, үкім шығарамын деп айтты деген аяттағы сені бақиға жеткіземін деген сөзді сенің жаныңды алады деп түсіндірген. Түсіндірме. Аятта Әзірет Исаға қатысты мутауафика деген сөзге қатысты ғалымдар әртүрлі пікірлер білдірген. Негізінде, тілдік тұрғыдан алғанымызда сөздің түбірі тәуафи, яғни тартып алу дегенге саяды. Жанды жаратылыстарға қатысты қолданылғанда жанын алу, ажалы келіп, рухын алу деген мағына береді. Айқын дәлел келмейінше, басқа мағыналарды айтып жорамал жасауға рұқсат жоқ. Алайда Иса туралы басқа бір аятта, һәм олардың Алланың елшісі Мәриямұлы Иса Мәсіх жайлы, біз оны өлтірдік деп мақтанғандар үшін, Алла оларға қаһарын төгіп, жүректерін иман кірмейтіндей етіп мөрлеп тастады. Алайда олар оны өлтіре де алмады, айқышқа керіп асада алмады. Бірақ олардың көзіне солай көрінді, негізінен өлтірілген басқа біреу еді. Расында Иса жайлы таласып тартысқандардың да бұл мәселеде күмәндары жоқ емес.
Олардың бұл мәселеде нақты білімі жоқ, тек ой жорамалға сүйенеді. Анығында олар оны өлтіре алмады делінген. Сол себепті сөзді тілдік тұрғыда түсіну қиындық туғызары сөзсіз. Құран кәрімде баяндалғандай, Әзірет Исаның көкке көтерілуінің қалай жүзеге асқандығы әхіл кітап арасында әртүрлі дауға себеп болғаны секілді. Ислам ғұламаларының арасында да әртүрлі жорамалдарға жол ашқан. Алла елшісінің «Иса өлген жоқ, қиямет қайым келерден бұрын бізге қайтады» деген сөзімен осыны қуаттайтын басқа риуаяттарды ескерген ислам ғалымдары Әзірет Иса мәселесінде мынадай сенім ұстанған: Әзірет Иса өлтірілген жоқ, әрі өлген де жоқ. Өзіне жасалған қастандық кезінде Алланың мейірімі жауып көкке көтеріліп кетті. Оған қастандық жасағандар өлтірдік деп ойлап қалды. Әзірет Иса қиямет қайымнан бұрын жер жүзіне түседі. Оның жер бетінде жасайтын бірнеше істері бар. Осыларды атқарып болған соң ажалы келіп, рухын тәсілім етеді. Хадистерде оның жер бетінде әділеттілік орнататыны, бірнеше уақыттан соң өлетінін, жаназасын мұсылмандар оқып, жер қойнына табысталатыны баяндалған. Ибн Аббас былай дейді: ансарлардың арасынан бір кісі мұсылман болды. Кейін қайтадан бас тартып, мүшриктердің сапына қосылды. Ақырында қателік жасағанын айтып, өз қауымына Расулалладан сұраңдаршы, менің тәубе етуге мүмкіндігім бар ма деп хабар жіберді. Қауымы Алла елшісіне барып, оның тәубе етуге мүмкіндігі бар ма деп сұрады. Сол кезде мына аят түсірілді: иман келтіріп, пайғамбардың хақ екеніне куә болғаннан соң, сондай-ақ айдан анық дәлелдер, мұғжизалар келгеннен кейін күпірлік қылған қауымды Алла тура жолға қалай салмақ? Алла күпірлікте табандап өз-өзіне қиянат жасаған залым қауымды әсте тура жолға салмайды. Олардың сазайы Алланың, періштелердің және күллі адамзаттың қарғысына ұшырау. Олар мәңгі бақи сол лағнеттің астында қалады. Олардың азабы әсте жеңілдетілмейді, һәм оларға ешкім көз қиығында салмайды, яғни рахым назарын салмайды. Алайда содан кейін тәубе етіп, күпірлік пен күнә атаулыдан толық арылып, түзелгендердің жөні бөлек. Шүбәсіз, Алла өте кешірімді, тәубеге келіп, өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді деген аятты оған жіберді. Содан соң ол мұсылман болды. Түсіндірме. Жоғарыдағы хадис иман есігін бүкіл адамға ашық екенін көрсететін керемет мысал. Иманнан күпірлікке қайтқан кісінің қайтадан иманға келуіне ешқандай тосқауыл жоқ. Хадис ешбір түсіндіруді қажет етпейтіндей дәрежеде өте анық айтылған. Дегенмен мынаны айта кеткен жөн: пәленшенің мұсылман болуы үшін алдымен христиан болуы, осыншама жыл поп болып қызмет атқаруы керек. Содан кейін ғана мұсылман болуына рұқсат деген кейбір алып қашпа әңгімелерді естіп жатамыз. Бұлардың ешқайсында діни негіз жоқ. Түр-түсі, нәсілі, бұрынғы сенімі, мамандығы, жасаған күнәлары қандай болса да, куәлік сөзін айтуменен мұсылман болады. Мұсылман болу үшін ешкімнен, ешбір билік құрылымынан, мүфтиден рұқсат алуға, арнайы бір рәсім өткізуге ешқандай қажеттілік жоқ. Арнайы рәсім ретінде өткізілуінің бір себебі, ол адамға мұсылман ретінде қарым-қатынас жасауды жариялау үшін ғана. Болмаса, ешқандай діни қажеттілік жоқ.